Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын банан печеньелерін дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналға жазылмаған болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қант және қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң бөлме температурасында еріп тұрған сармайымызды салып, жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Кейін үстіне қаймақты салып, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз осындай жұмсақтықта болу керек. Дайын болған қамырымызды бетіне мешокті жауып 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Менде қамыр жарты сағаттай тынып тұрды. Енді осы тынып тұрған қамырымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп, кішкене қолымыздың көмегімен жайып, сонан соң пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп шығамыз. Печеньелердің барлығы бір өлшемде болу үшін мен тараз пайдаландым. Барлығын 40 граммнан өлшеп алдым. Бөліктерге бөліп алған қамырларымызды домалақ тәріздес етіп суалақтап аламыз. Сонан соң дәл видеода көрсетілгендей етіп оқтаудың көмегімен өте қатты жұқа етпей, орташа жұқалықта жайып аламыз. Кейін өз қалауыңыз бойынша ішіне салмамызды салып, жақсылап жайғастырып, дәл видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Мен вареный сгущенка пайдаландым. Қамырды орап алған соң, кішкене бананның пішінін келтіріп, екі ұшын жіңішкертіп, дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Бөліктерге бөліп алған қамырларымыздың барлығынан дәл осындай печеньелер жасап аламыз. Сонан соң оны табаға пергаментіне бумага төсеп, үстіне жайғастырып шығамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 15-20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің печеньелеріміз сап-сары өте әдем болып пісіп шықты. Енді дәл осы ыстық күйінде бетіне өз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Одан да өте дәмді болып шығады. Енді сіздермен біргелікте осы пісірген печеньемізді бөліп көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ, үгілмелі печенье болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.